Так, Жумаев Нұрдәулет, Түркістан облысының тумасы, 98 жылғы. Құжатсыз еще, не істеу үшін алмады? Братан, негізінен оқуға түсуге келген адам ғой. Менде құжат бәрі бар да, сумкамда толып, сумкамды ұрлап кетті. А солай ма? А неге сен сразу заявление жазбадың? Бұл заявление жазбаймын, по-любому таппайсыздар ғой, братан. Сол үшін жазған жоқпын. Далбан, сен біздің жұмысты бағаламай тұрсың ба не? Все мынаны, қама. Братан, мен негіз жұмыс бар адам, шынымен натур жібересің. Шынымен. Басын қатырма, осында отырасың. Может сен тексеру керек, а? Мүмкін сен наркотик сатып жүрген шығарсың, біз білмейміз. Братан, түрмен арасында наркотик таситын адамға ұқсай ма мен? Ища, сен сияқтылардың түрі бәріне ұқсай береді. Так что сен мазың шетте көп сөйлеме. Мынаның сумкасын әкелші тексерейін. Тексер. Көрейік. Не тасып жүргеніңді? Прикинь, ішінен толы наркотик шықса. Опа. Мынау сас кетті ғой енді. Братан, амен ойнамай қойсай. Все, жарайды онда. Так, по-любому сен онда осы жерде отырасың, ертең шығасың. Мынаны жіберме, ертең жібер. Ана біздің жұмысты дұрыс істемеймін деген үшін ертең кешін ойлансын, асықпай. Все, жақсы. Братан, жібересің, пожалуйста. Бля, ренжіме ол. Приказ есть приказ. Мен сені жіберіп, үйге жылы төсек болып жатпаймын ба? Амал жоқ, заңсыз ғой. Бізді кейдейік, тағы тартан түнек, жарық бар білем, шешімі еңбек, айту үшін болашақта келемін еңбек, сені үйгене керек, мама үйгене керек. Телефон сөндірулі, телефон отключен. The mobile phone is switched off. Телефон сөндірулі, телефон отключен. The mobile phone is switched off. Блять, мапох, телефон қаяқта? Тір адамсың ба сен? Блять, мен білесің ба қанша адам іздеп жатқанын мынаяқта? Нап телефонды алмайсың? Братан, менттер ұстап ал. А? Мен ұстап ал. Сука. Бля, мапох, ренжімеші. Маған ақша керек болды просто, бля, мен басқа вариант жоқ менде. Мен айтпаған шығарсың, сен, я? Жоқ, братан, қайдағы ренжіме? Барлық күнә өзінен ғой негізінде. Удастықсыз қалада жүру керек екен, білмеген ғой мен просто. Түсінбедім. Сен сонда удастық үшін ұстап алдың ма? Иә? Бля! Ебать, адам көтін қашырдың ғой сен, Не қылды? Бля, шошып кеттім да енді менттер дегенде мынақты, бля, жауып тастай ма, әлде тағы бір нәрсе болып қала ма деп. Сен кеше бургерлерді апардың ба? Бургерлердің біреуін апарып үлгердім, қалған үшеуі сасып кетті братан. Тастау керек. Әкел. Қайттан сатпайтын шығарсың? Сатпайын. Аяқтара саламыз. Айтпақшы, братан. Мен удастақты істетіп алмасам ше. Шынымен, менттер қайта-қайта ұстай берді. Білем, омен олар. Все, давай. Былай ақшаң бар ма, жүретін? Иә, бар, кешегі ақша бар ғой. Жақсы. Только мабық тез кеш. Адам көп көріпсің ғой. Қаршы. Көрме қанша адам бар. Давай. Бля, ана болмайды. Қою керек мынаны. Көңіл күйім осындай. Так, удастарым 3 күнде дайын болса, ауылдағы мектептен аттестатын қайттан жасатып алсам, в принципе, өмірім нормально өтіп жатыр ғой. Сол кезде бәлкім сенерсің. Сіз саласыз. Сәлеметсің, Нұрдәулет, қалайсың? Жақсы. Алдын келген кезде сұрауды ұмытып кеттім. Есіміңіз кім? Дина. Дина? Менің есімім Нұрдәулет. Білем. Қандай сұрақпен келдіңіз? Сұрақ болғанда, сіз мен көршімнің қызы емессіз ба? Көршіңіз кім? Білмеймін. Түсінбедім. Дина, не ғой? Мен сені кешке кездесуге шақырсам дедім. Кездесуге? Иә.
Біз бір-бірімізді танымаймыз ғой мүлдем. Мүмкін сіз мені алып қашып кетерсіз. Мүмкін маньяк болып шығарсыз. Ондай емеспін, нан ұрсын. Ондай емессіз бе? Ондай емеспін. Жарайды. Ладно, жарайды. Иә, онда қазір сіздің нөміріңізді жазып қойын бір минут. Көрсетейін бе? Иә, нанды сатамыз қазір. Айтыңыз. 8771 700. 65 Дина. Иә? Жақсы. Жақсы. Кешке міндетті түрде хабарласамыз. Жақсы, сау болыңыз. Рахмет. Сізге. Иә? Не? Ал мен қайда барам? Сізге өзім звондаймын. Рахмет. О, келдің ба? Не істедің одастак тапсырдың ба? Иә, тапсырып қойдым. Красавчик. Алдында бір адам актерскийге тапсырып барған кезде бір қызбен танысқан ғой. Аха. Сол қыз кездесуге шақырып қойды. О, мачосың ғой я сен, я? Қалаға кешегі келін, уже қызбен танысып жатырсың ба? Я дұрыс, бірақ қызбен жүру керек, үйлену керек, кейін ұрпақ жалғастыру керек дегенде. Біз болсақ әлжік торымыз болып. Жеу братан, ол сен тормыздық емес қой. Сен просто жұмыстан баса алмайсың да. Содан шығар. Ол да бар я, бірақ. Бір ноуып тұр да бірақ. Күйеуі бар да қойсайшы. Жоқ, күйеуі жоқ. Қанша қамы? Ой, бір нормальный нәрсе сұрайын деп оқайын жүрсем, не көп ресторан көп емес па? Любойына шақырасайшы. Просто оған ақшаң ыңғай келмей тұр да. Шөп киіп тұрмын, ал. Құм болып жүрмін да. Кешке дедің ба? Иә. Кешке дейін бір мәнісі болар. Бір нәрсе қыламыз. Уақыт бар ғой, главное. Маған 1 сағат берші, мен бір жерге барып келейінші, пожалуйста. Мына іште отыра тұршы, күн заңына, анау, мынау деп. Егер біреу келіп жатса, айт та, технический перерыв дейсің ба, жабық де, котлет бітіп қалды дейсің ба, бір нәрсе дейсің ғой. Хорошо? Ладно, давай. Ассалаумағалейкум. Уалейкумассалам. Бір гамбургер сосын кола бересің ба? Так, кешке по-любому ақша керек болды. Жасап бере салайын. Хорошо. Иә? 2 минутта дайын болады, брат, Все. сезонный достық өтірік әңгімелер молдада қарапайымдыл салмағы сенің пафосыңнан көбірек ашқарыңға энергетик айтсайын дағы бір трек сайран бір бөлмелі бәдир ептеп келеміз ет жейік теппейке Дайын. кайфпен хайптың екі арасы ровныйлар пидарас Дайын ба? Иә. На, брат. Ешті ғой, брат, мынау деген. Ха? Иә, мен ауылда қой белекте жүріп ше, бутерброд дайындап үйреніп қалғанмын ғой. Дейін ба? Мен қазір досым жақып көрейін. Ол да айтып еді, дәмді болса жеймін дейді ма? Иә, хорошо. сен секілді мендегі бар мындаймын кейде мен айтып үйдегілерім мақтанса екен дейм алыс жақын ағайынға мен үшін тірлеген керек кезінде көмегім менің кейсе екен дейм мама бақыт тапқанша бұл жерді мекендейм мен соққан үйде төрде отсаңыз екен дейм біздің Ассалаумағалейкум, бауырым. Уалейкумассалам. Дәл досым күнде бургер керек, гамбургер. Жасап берші маған. 2 минут күтіңіздер, ә? Үшір қояды ашын. Осы десіп. Точно ма? Жаманлық қолтына. Қазір көйлегенде. Айтайын оқырмандарыма. Жүрегіммен әндірсілейді. Ассалаумағалейкум достар, інілендер, оқырмандар. Мен бургер жеуге келдім, гамбургер. Досым мақтады. Ой, сатушысыз да бір абарық, әбәдем жігіт екен. Сәлем деп қой. Аты Oh my god гамбургер. Oh my гамбургер екен. Oh my гамбургер достар. Қазір шынайы отзыв айтатын болам. Егер де ұнаса ұнады деймін, ұнамаса ұнамады деймін. Досым мақтады, қазір пісіріп жатыр мына жақта. Барлығын жеп болғанша айтатын боламын. Дайын болыңыздар, ал пісіруін қалай болатқан көрсетейін ал. Ой, бұл міне гамбургер.
Қараңыздар достар, мына мауыз дайындап берді маған. Ой, маза жоқ, қара. Дәм көрем? Ұста дәм көрем. Қалай? Шынымен? Достар, шынымен. Мә, омай гамбургер. Мә, маза жоқ екен. Келіңіздер, адресі парктың жанында, көшенің бойында орналасқан. Міне балаға келіңіздер, осы бала дайындап береді. Кішкентай. Мә, рахмет бауырым. Жақсы, рахмет. Ал құрметті достар, келіңіздер, бағыттарды күтеміз. Мә, күшігі оны той? Дерзкі. Әдемі ма? Жүрегімнен аңғарсың дейді. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум, Рус. Сен осы жолға қайтып келген қатты қуаныштым. Сен көрмегелі қай заман? Эй, братан, маған көп не надейся. Как только қарыздарымнан құтылам, все болды, сен мені көрмейсің. Олай айтпа, Рус. Кім біледі ертең не болатынын? Сен кезінде жақсы саудагер едің. Сенің арқаңда біздің де бизнес жақсы жүретін. Маған давай 1 килограмм бер, бірақ мен саған ақшасын бір аптайын қойып сен, давай. Бұл бір ауыз сөзіңіз біз үшін заң ғой, Рүсеке. Рус, бір затты айтуды ұмытып кеттім. Бағасы өсті, граммы 10 кайын. Бля, братан, не гони, потом мен оны қаншаға сатам? Ұнамаса тастап кет. Тем более ақшаны бір аптадан кейін беремін деп отырсың. Так что нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Закрой той. Техничное поражение. Мен ғой? Келдің ба? Че там, не келдің? Ой, специялар ғой. Заказдар түсіп жатыр. Мен бургерлер жасап берейін. Сен дайындала бер. Хорошо. Апарып келесің ғой? Мапох! Дайын! Адрес жіберіп қойдым саған. Только на этот раз тоже без происшествий, хорошо? Алдынағыдай болып қалмасын. Тез апарып келесің ғой? Хорошо. Давай. Братан, кешке кездесіп не істейміз? Оған бір идеям бар мен. Сен бірінші апарып келші, сосын көрсетемін саған, хорошо? Хорошо. Ассалаумағалейкум, братан, қалайсың? Мен ойлап бургерден басқа тамақ жемейсің ба? Мен саған бургер алып келдім. Жиырма мың емес? Немене бұл еще рус? Не өсіріп жатыр ма бургердің бағасын? Или маған не істесін деп беріп жатыр ма? Адамдар көп, не? Ой, сәлеметсіз бе? Достар, танысып қойыңдар, бургердің шеф-повары. Ағай, бургерді өзің жасап бермесеңіз, көмекшіңіз үлгермей жатыр. Хорошо. Не отыр, братан? Оны сенен сұрау керек сияқты ғой. Бана блогер ма біреуге жасап беріп пең? Бургер? Вот сол тиктокқа ма салып жүрген ғой. Енді қазір көріп тұрсың ғой не оққан. Тез мапақ. Сонда ағай, түсінбедім. Сіздер тек блогерлерге ғана билеп, ән салып, әдемі жасап бересіздер, ал халыққа на пофигу қарайсыздар ма? Жоқ, біз бәріне бірдей қызмет қайтарамыз, мапақ. Давай, өлең айтып билеп. Шаршама, тек шаршама. Аяққа ұлталықтарына жұлқап бір билеп. Дұрыс, осылай бастайды. Настроение көтереміз, достар, кеттік. Так, бургер комбо кім берді? Бургер комбо. Қазір бір минут. Қашан дайын болады мен? Кәс. Братан? Мынау не?
ол не о? Жай специялар ба? Мен айтам да. Мынадай темппен біз бір айда байып кететін сияқтымыз ғой, Е. Не о, братан? Кешке кездесуді ұйымдастырып беремін дедің. Не қылдың? Оригинальный кездесу жасағым келе ма? Е? Сен онда бүйтсейші. Қызыңды мына жаққа алып кел. Мен өзім дайындап қоямын да. Хорошо? Бургер не қама? Біртүрлі ғой. Ят емес та, братан. Мапық, сен мен білмейді екенсің ғой, Сен бүйтсейші, маған сен да просто қызыңның көзін байлап, мына жаққа алып кел. Болды, қалғанын өзім қатырып қоямын. Рахмет саған, братан. От души. Этот, саған, Бұл не үшін? үстіңе бір нормальный киім алшы. Рахмет, братан. От души. Кеттім мен. Все, давай. Е? Ага. Все, келдік па? Келдік. Қазір бармайын. Армысыздар, Омай гамбургер мейрамханасына қош келдіңіздер. Сәлеметсіз. Отырыңыз. Рахмет. Аха. Еп жатырмын да. Нұрдәулет мырза, жұбайыңыз өте әдемі екен. Рахмет. Біздің мейрамхананы таңдағандарыңызға үлкен рахмет. Мынау сіздерге ас мәзірі. Аха, рахмет. Так, өте оригинальный меню екен. Аха, бір тамақ бар екен, менен сұраңыз деген ол қандай тамақ? Өте керемет таңдау. Таңдау. Сіздер менен сұрайсыздар, қалаған тағамдарыңызды. Мен сіздерге соны әкеліп беремін. Болды как. Мейрамханамыз бүгін ашылды, сіздерден кейін жабылады. Жарайды. Даяша, онда бізге итальяндық вино алып келіп берсеңіз. Кешіріңіз, біздің мейрамханада алкоголь сатылмайды. Онымен қатар ішімдік ішкен денсаулыққа өте зиянды. Оның орнына сусын ұсыналам. Өте дұрыс айтасыз, ішімдік ішпеу керек. Мен шай әзіл деп отырмын. Онда бізге қандай тамақ ұсынасыз? Швейцарияда балғын шөп жеп өскен бұзау етінен стейк бар. Сіздерге соны алып келейін. Стейк. Жарайды. Как раз тамақ ішпеу едім с утра. Рахмет. Жарайды. Нұрдәулет, мен сіздің бұндай романтик екеніңізді білген жоқпын. Бәрі сіз үшін ғой. Рахмет үлкен. Қашты. Өзіңіз жайлы айтсаңыз, немен айналысасыз? Болашаққа қандай мақсат қойдыңыз? Мен негізі ауылдан жақында келгем. Жұлдыз болам деп. Содан оқуға түсе алмай қалдым. Тем более құжаттарымды барлығын ұрлатып алдым. Бір сөз айтқанда Алматы быт-шытын шығарды. Ештеңе етпейді. Ертең зато болашақта жұлдыз болсаңыз, осы историяны айтып отырасыз интервьюде. Өзіңіз немен айналысасыз? Мен пока сол қабылдау бөлімінде. Бірақ негізінде мен балеринамен. Да? Иә. Мен арманым Италия театрында жұмыс жасау. Балет театрында. Енді сол арманымды келесі жылы орындасам деп үміттенемін. Арманыңыз орындалсын. Вау! Кешіріңіздер, әдемі әңгімелеріңізді егер бөліп қалсам. Астарыңыз дайын болды. Қалайсың да уже дайын болды ма? Нұрдәулет мырза көп күткенді ұнатпайды. Қазір тағалып келіп. Рахмет. Скрипка? Серьезно? А скрипка? А мен ойнай алмаймын, просто әдемі болсын деп алып шыққанмын. Рахмет. Дәулет, сіз өте ұялшақ адам екенсіз. Негізі мен ұялшақ емеспін.
Просто сіздің кішкене қысылып отыр. Демек мені ұнатасыз. Ау? Демек мені ұнатып қалғансыз деймін. Жоқ, қайдағы? Да, ну онда мен не үшін келдім ба? Жоқ, ұнатамын. Жарайды. Қалжыңдағаным. Дәмді екен. Жақсы болсын. Негізі, Дина, білесің ба? Жақты ештеңе. Не керек саған, не? Братан, 1 грамм берші, хотя өліп бара жатырмын, братан. Ақша болмай тұр, ақша болғанда обязательно қайтарамын, братан. Қазір берші. Братан, өліп бара жатырмын, братан, берші. Ей, сөйлесіп саған. Хотя 1, братан. Блядь, жоқ бол деймін 1 грамм берші, братан. Блядь, жоқ бол. Ақша болғанда обязательно қайтарамын, братан. Берші. Рус, братан, өзің мен осыған отырғызам, братан. Берші, братан. Қазір ақшам болмай тұр. Білесің ғой, алдамай, братан. Брат. Желінбегенші мен жеп ал. Бля, мен сені ақша сұрап тұрмын ба, шеш? Курсан ақыра. Братан, помоги, пожалуйста. Братан, помоги, пожалуйста. Братан. Бля, братан. Мынау не болды? Бәрі дұрыс па? Иә, бәрі жақсы. Ішіп алған ғой. Тамақ сұрап бір. Че-то ол тамақ сұрамады ғой. Білмеймін. Ішіп алған шығар. Нұрдәулет, сен өзің немен айналысасың? Мен осы жерде курьер істеймін. Ал Руслан бургер істейді. Так, ладно. Рахмет, мен кеттім. Дина? Дина? Ештеңе етпейді, досым. Бұл өмірдің мәні қыз емес қой. Главное, сенің жаныңда мен бармын, менің жанымда сен барсың. Әлі талай нәрсеге жетеміз екеуміз. Так что, моңайма. Рус. Сенің бургердің бағасы 3 мың теңге. Ал мен доставкамен жеткізген кезде неге 20 мың теңге? Енді сен доставка жасайсың ғой. Сенің жолың бар, ішіне кіретін қағазы бар. Оның ішіне еще типографияның нәрселері бар. Енді общем, бургерді сәл басқаша жасалады, көзің көрсің ғой. Рус. Бля, братан, мен саған жас бала емеспін. Давай конкретно сөйлесейік. Шыныңды айтшы. Иә. Наркотик сұрақ келді. Ебать, блядь. Мына өмір маған қарыз бір, келін бір бош, келін бір бош, келін бір бош. Мына өмір маған қарыз бір, келін бір бош, келін бір бош, келін бір бош. Біздің кедейлік тағы тартады дүниеге, жарық бар білем, шешімі еңбекте. Айту үшін болашақта келемін еңбек, сені бүйгене керек, мама үйгене керек деп. Бізге ешкім тауып бермейді ақшаны керек, қымбат жіберекке, төрт дөңгелекке. Сендім құдайыма, сендім өзіме, біліммен білекке, миыммен жүрекке.